Сәлеметсіңдер ме балалар? Ересек топ. Білім саласы таным, оқу қызметіміз математика негіздері. Бүгінгі тақырыбымыз екі саны мен сан белгісі. Балалар, бізге қонаққа кірпі келіпті. Амандасайықшы. Ол өзімен бірге алмалар әкеліпті. Қолында неше алма бар екен? Қараңдаршы. Дұрыс айтасыңдар. Бір алма, бір. Ал кірпінің жанында неше алма жатыр екен? Санап көріңдерші. Дұрыс айтасыңдар. Екі алма. Бұл екі саны мен сан белгісі. Дұрыстап қарап алыңдар. Қанша қарбыз? Екі қарбыз. Дұрыс айтасыңдар балалар. Жарайсыңдар. Ал қояндар нешеу? Екі қоян. Дұрыс. Бананды да санап көріңдер. Нешеу банан? Басында бар ілмегі, ортасында тірегі. Толқын қанша жүрсе де тұрады ол екінші. Ал енді балалар серігіп алайық. Бала, бала, балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бала, бала, балапан, қане қайсы алақан, саусақтарың айбат, былай ойнат. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Бір қадам алға басамыз, алақанмен соқ. Бір қадам артқа басамыз, аяқпенен топ. Сонымен бұл қандай сан? Екі. Дұрыс. Саусақпен көрсетіңдерші. Екі саусақ. Балалар, лунтикқа екі сан тауып беріңдер. Ал енді осы суретте екі сан тауып алыңдар. Бұл ішінен екі санын тауып көрсетіңдер. Бірді бірге қоссақ, екі болады. Екі. Сонымен бұл қандай сан? Дұрыс айтасыңдар. Екі. Осы суреттің ішінен екі санын тауып алыңдар. Дұрыс. Екі. Бұл суретте екі санын тауып, лайықты жеміспен байланыстырыңдар. Жарайсыңдар балалар. Қаншама тапсырманы орындадыңдар. Сонымен қандай сандармен таныстық? Айтып көріңдер. Керемет балалар. Барлық тапсырманы орындап шықтыңдар.